Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді қонақжай студияға келіп жайғасқан қонақтармен таныстырып кетейік. Таныс болыңыздар, Ақтөбе қалалық мәдениет үйінің көркемдік жетекшісі Нұртас Омар және де кішкентай ғана әнші Медина Күзембаева. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Қайырлы таң. Тамаша көңіл күйіміз. Көптен көп рахмет сіздерге. Шәкіртіңіздің бірі Медина жақында ғана өте сондай бір керемет елдегі ахуалға байланысты қателеспесем керемет әдемі бейнебаян шығарыпты. Дәл осы бейнебаян бүгін тұсауын кесеміз. Және де дәл осы бейнебаян қалай түсірілді және де бұл әнге тоқталып өтейік. Кімнің сөзін, әнін жазды? Қайырлы таң барша ақтөбелік көрермендерге, жалпы Қайырлы таң бағдарламасының көрермендеріне шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Бүгін Медина қызымыз екеуміз келіп қалдық. Медина менің тәрбиелеп жатқан шәкірттерімнің бірі. Осы жаз айларында Медина Алматы қаласына конкурсқа барып, сол жақта өнер көрсетті. Сол конкурстың әрі қарай жалғасы ретінде клип бейнебаян түсіруге ұсыныс білдіріп, сол жақтағы ұжымдар сонымен келісіліп бейнебаян түсірілді. Енді бейнебаян түсіру барысында әуелі талқыланды, қандай тақырыпта жазамыз деген сияқты. Сондықтан енді қазіргі елдегі ахуал, жалпы әлемде болып жатқан жағдайлардың барлығын осы бала көзімен, баланың тілегімен жасап көрейік деп, Ардақ деген ақын азамат бар, сол кісі өлең жазды. Және де Бек Оралбеков деген әнші композитор бауырымыз бар, сол кісі ән жазып, «Мына заман» деген ән дүниеге келді. Ол ән екі тілде жазылды бірден, қазақша және ағылшын тілінде. Осы әнге бейнебаян түсіру жоспарланды. Бейнебаянда енді барлық болып жатқан жағдайлар, әлемдегі неше түрлі және де сол көріністер орын алады. Сол бала жүректің Алладан тілеген тілегі, көңілі барлығы осы әнде баяндалады және клипте көрсетіледі. Енді клипті де алдағы уақытта көре жатармыз. Ал осы ретте Медина, өзіңе сауал қойғым келеді. Жалпы клип өзіңе ұнады ма? Өйткені енді негізінде клипті үлкен азамат-азаматшылардың түсіріп жатқанын көреміз. Ал қазір енді балалардың да түсіріп жатқанын көріп жатырмыз. Сондықтан біз сен үшін өте қуаныштымыз. Жалпы өзіңе ұнады ма? Қандай әсер алды? Жалпы қалай өтті? Мен бірінші рет түсіріп жатқан соң өте қуандым. Маған ол бір көп қуаныш келтірді. Мен сол үшін жаман қуандым. Бала қуанышы да сізде. Тамаша, әрине, шынайы сезімін білдіріп жатыр ғой, әрине. Оның үстінде қазір енді оның аға-апалары кейбір мүмкіндік болмай жатады дәл осындай клип түсіруге. Бірақ дегенмен де саған осындай бір мүмкіндік бұйырған, әрине, алғыс айтамыз. Жалпы осы бір ән айту сен үшін қаншалықты маңызды? Жалпы болашақта қандай бір үлкен бір әнші болғың келе ме, әлде өзіңнің бір ойлап қойған мамандығың бар ма? Өскенде кім боласың жалпы? Мен өскенде атақты әнші болғым келеді. Бар әлемге танитын. Тамаша. Димаш ағаң сияқты. Демек, сен ол үшін ұстазың айтқан тыңдау керек қой. Дұрыс қой. Ұстазың Нұртас Омаров. Нұртас Омаровтың ұстазы Марат Әйтімов. Димаш Құдайбергеновтың ұстазы болды. Сондықтан да дәл осындай ұлы тұлғалардан дәріс алған ұстазыңды саған көбірек тыңдау керек, және де оның берген әрбір нұсқауларын есте сақтап, қате жібермеу керек. Ал енді кез келген кішкентай бүлдіршінге қоятын сауалым, саған бір мүмкіндік бұйырса, кіммен дуэт айтар едің? Қандай әншілермен бірге бір сахнада ән айтқың келеді? Бұл сұраққа Медина ойланбаған сияқты, иә? Ал қандай әндерді сүйіп тыңдайсың, және де қандай әндер айтқан өзіңнің жаныңа жақын? Мәселен, студиямызда қазір өзіңнен бір шағын қонаққа дей сұрасақ. Бірінші кімді тыңдайсың, содан соң бастап? Қандай әншілер тыңдайсың, ән тыңдайсың? Мен Абай атамыздың әнін айтам. Сосын халық әндер айтам.
Қандай керемет. Халық әндері. Әрине, дәл осындай халық әндеріне қызығушылық таныту әрине бұл ұстазының арқасы деп білейік енді. Қазір енді кішкентай балалардан сұрасаң, кімді тыңдайсың десе, Қайрат Нұртас қазіргі әншілерді айтады ғой. Енді халық әншілерді, халық әндерін айтатын осындай бүлдіршіндеріміз көп болсын дейік. Ал енді әнге кезек берейік. Бір қонаққа де сұрасақ өзіңнен. Қандай ән айтамыз? Манке деген бір атақты ән бар ғой. Сол әнді біздер қазақша нұсқасын жасаған болатынбыз. Осы Мединаның орындауында деп. Соны айтып берсін енді Медина. Сөздері де тамаша, өзіне де ұнайды қатты. Дайынбыз ғой. Кеттік. Орындау атып айта бер. Осы де айта беремін. Көйлегің қандай әдемі? Бүгінгі күн сондай көркем тамаша, жаңаша билеп ән сал жараса. Бұл әлем әсем әнмен бимен өрілі. Кел досым көтергім бірге көңілі. Билеп, билеп, билеп менімен, сенімен біргемін мен. Ең солу, солу, солу жүзіңе, қызыға қарасын ona бар әлем. Енді билеші, 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 тамаша, осындай битек сенде ғана. Тағы билеші, 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 шешілме армандай біл, ұмтыл тек алға. Осы әуен кең таралған әр елде, әрине арналған әнім білуге. Сен жұлдыздайсың, соны досым дәлелде. Болмайды шектеу бұл ұлы өнерде. Билеп, билеп, билеп менімен, сенімен біргемін мен. Ең солу, солу, солу жүзіңе, қызыға қарасын ona бар әлем. Енді билеші, 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 тамаша, осындай битек сенде ғана. Тағы билеші, 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 шешілме армандай біл, ұмтыл тек алға. Енді билеші, 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 тамаша, осындай битек сенде ғана. Тағы билеші, 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 шешілме армандай бір, ұмтыл тек алға. Тамаша, керемет. Биле жіберу ғана қалып тұр, иә? Енді бұл кез келген осы жігіттердің күй табағында жүрген әуен ғой. Енді бірінші сөзді тыңдағаннан бастап осы бір әні еріксіз баурап алады. Ал енді қазақша баламасы шыққаннан кейін міндетті түрде тыңдаймыз. Енді бұл жалпы Нұртас, енді қазіргі кезде дәл осындай шәкірттеріңіздің жалпы аяқ алысы қалай? Жалпы алдағы уақытта байқауларға бір тоқталып өтейік. Қазір бірнеше осындай мединасында шәкірттер бар. Біріншіден осы қыздарымның ата-аналарына алғыс айтамын, себебі осы кісілер қолдап, қолпаштап жүретін. Қазір дегенменде баласын барлық ата-ана қолдап білдіреді ғой, қай жағынан болса да. Енді барынша осы шәкірттер тәрбиелеу барысында ешкімді де алдамауға тырысамын. Себебі қазір өнері бар балдарды ғана баулып, егер бойында өнері болмаса, жақсылап түсіндіріп, анасына, әкесіне және баланың өзіне жайлап түсіндіріп, жалпы басқа бағытқа жолдаған дұрыс баланы. Сондықтан да енді бірнеше шәкірттерім бар, аяқ алыстары жаман емес, біраз конкурстар, байқаулар жоспарлаған болатынбыз. Оның барлығы енді қазіргі жағдайға байланысты онлайн түрде өтті кейбіреулері. Және де алдағы осы аман-есен өтсек, 21-ші жылы барлығы жақсы болып жатса, жоспарларымыз бар. Белоруссияға барғымыз келеді конкурспен. Және де көптеген енді жоспарларымыздың бірі үлкен осы бала дауысы, бақытты бала сынды үлкен осы еліміздегі үлкен конкурстар және шетелдегі үлкен байқаулар осы енді жоспарларымыз. Және де осындай тамаша бейнебаяндар, жаңа авторлық әндер дүниеге алып келсек, бала емін-еркін дамыса, сол барлық ойымыз.
Тамаша, керемет. Енді шәкірттеріңізбен түсінікті. Енді өзіңіз қалалық мәдениет үйінде көркемдік жетекшісіз. Жалпы енді қалалық мәдениет үйінде енді кеше ғана жағымды пікірлерді естіп жатамыз. Көрермендерді қабылдайтындай, сондай бір концерт өткізетіндей, сондай бір жағдайға да келдік қой. Енді қалалық мәдениет үйінде қандай іс-шаралар өтеді, қандай концерттер өтеді? Бүгін енді біз үшін қуанышты күн болғалы тұр. Себебі бүгін алғашқы рет есігімізді ашып көрерменді қабылдамақшымыз. Бүгін осы бізде Ақтөбе вокалды ансамблі жұмыс жасайды. Соның Агутин әндерінен керемет кеш өткізбекпіз. Енді Алла қаласа бүгін бірінші рет көрерменімізді қабылдаймыз, барлық ережелерді сақтай отырып. Өте қуанышты күн. Нақтылап уақытын айтып жіберсеңіз. Бүгін сағат кешкі 19:00-де бұрынғы филармонияның ғимараты, қазіргі уақытта қалалық мәдениет үйі. Осы жерде біз сіздерді күтеміз асыға. Тұрғын қалашылық мөлтек ауданда ғой. Қымбатты көрермен, енді дәл қазір Медина Күзембаеваның алғашқы бейнематериалын тұсауын кесейік, содан соң қайта қауышамыз. Тамаша ән тыңдайық. Өзгерді мына заман, бойында бір дерті бар аты жаман. Күндіз түні газет, журнал, теледидар, жар салып сақтаншы деп шырылдаған. Қиналды ғой жақындарым, аман сақта халқымда, жаратқанам, сақташы жаратқанам. Әр адам күлімдеген көздеріне сенемін ғой, сенемін бар жүрегімде. Келер бақ түңілмеймін кездеріме, құлағыма естілер бақыт әні. Құшағымда тәтті ес болады әлі, тағдырдың сынағына төтеп берген. Жанымдағы сабырым жеңер. Көз алдымда өтіп жатыр небір жаяң, түндерде көзімді ілмей алаңдайман. Жанымнан
Өте тамаша, бала тілегі қабыл болсын дейміз. Әрине, дәл осы ән арқылы халықтың еңсесін көтерген Медина қарындасымызға көп алғыс айтамыз. Енді алдағы уақытта онымен тоқтап қалма, тек қана шарықтай бер, самғай бер, репертуарында дәл осындай халықтың көңілінен орын табатын әндерің көп болсын деп тілейік. Ал енді Нұртас, сізге тек қана шығармашылық табыс тілейміз, шәкірттеріңіз көп болсын. Медина секілді топ жаратын арасынан үздіктері ішінен іріктеле берсін дейміз. Ал енді тек қана сәттілік, жалпы енді осы бір шығармашылық жолында тағы да басқа енді қандай жаңалықтар бар? Алдағы уақытта дәл осы әндердің ішіндегі тағы бір әнге бейнеклип түсіру керек қой, бұнымен тоқтап қалмай. Әрине, енді біздер жоспарларымыз бар, әлде Мединамен де жоспарлап отырмыз, жаңа әндер жоспарлап отырмыз, бейнебаяндар. Енді өзіміздің қаламызда да осы жалпы нені дамытқымыз келеді жалпы. Осы өзіміздің қаламыздан түсіріп, көптеген талантты бауырларымыз бар, жас өсіп келе жатқан, сондықтан солармен бірлесіп жұмыс жасап, әлде де бейнебаяндар, роликтер, қазіргі жаңағы заманға сай дүниелер жасағымыз келеді. Әрине, алдағы уақытта тек қана сәттілік тілейміз. Енді бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге бір